Алпысты алқымдаған Оңғарбайдың жалғыз ұлы үйленіп, қуанышында шегі жоқ. Енді бой жетіп отырған қызын құтты жеріне қондырса, көңілі бір демдейді. Байдың ақыл ойына Құдай пайым парасатын тең қылған. Бір ауылдың берекесін келтіріп отырған Оңғарбай бала күнде қой бағып жүріп, Қызыр Ғаликсаламды кездестірген дейді. Содан басына бақ қонып, малына береке дарыпты деген аңыз ел ішінде бұрыннан айтылып жүр. Кешкі шайды ішіп бола берген тұста келіні енесіне қарап, бағана ерке қыз екеуміз бұлақтың басына суалуға бардық. Қайын сіңілім бұтақтың басында отырған екі шымшықты көріп, жеңеше, мына отырған құстардың еркек ұрғашысын ажырата аласың ба деді. Қайдан ажыратайын мен деп ауыз жиғанша болмады. Анау сыртқы жүні қомпайып, жай бірахат отырғаны еркегі. Қасында тынымсыз шықылықтап, жанында жабысып отырғаны ұрғашысы. Жаман ерді, жақсы әйел адам қылады жеңеше-ау деп, ерке қыз есті әңгімен айтты маған, деді жас келін. Бай келіннің мына сөзінен кейін біраз ойға шомды. Кейін қызын сынамақ болып, сүт кенжесін шақырды. Айналайын қызым, қайтқан адамды жерлеуге, бой жеткен қызды ұзатуға асық деген ата бабамыз. Батамды беріп, Дәулетқараның баласы Жаман қараға сені ұзатамын дейді. Жаман қара аты затына сай момын, ынжық жігіт. Қыздың әкесінің мың қырған қойын бағат. Үстіне бүтін киім кимеген, топқа түсіп елге тұшымды әңгіме айтпаған жігіт. Әйтеуір әке-шешесіне қарап отыр демесең, ауыз толтырып айтар ерлігі жоқ. Әкесінің бар ойы жаман ерді, жақсы ел адам қылады деген қызының аузынан шыққан сөз үшін сынау еді. Ақылды қыз оны бірден сезет. Әке, ләппәй дейді. Айтқаныңа көнем, бірақ үш шартым бар. Соны орындасаң, Жаман қараға ұзатуыңа қарсы емеспін. Ол қандай шарт дейді әкесі. Мал мен дүние бер деп міндет қылмаймын әке сізге. Ептеп адам бай болмас. Маңдайға Құдай бермесе, Алла маңдайыма бермесе, сіздің бергеніңіз не болады маған? Қояр үш шартым мынау әке. 3 күнге дейін тауығың шақырмасын. Ошағыңның астында от жанбасын. Қазаның көтерілмесін, ішінде ас қайнамасын дейді. Солда сөз болып па? Шартыңмен толық қосыламын қызым деп, бой жеткен қызын әлгі жаман жігітке ұзатады. Көп дүниесі жоқ келіншек, бір өгізге үйін артып, бір жаман өгізін жетектеп, ата енесін арбаға отырғызып, екі қыр асып барып, бұлақтың басына үйлерін тігеді. Қой сойып, қазан көтеріп, ошақтың астына от салады. Ал Құдай қосқан қосағым, сіздің жұмысыңыз 3 күнге дейін ошақтың астынан от үзбейсіз, самауырынды суытпайсыз. Ал мен болсам бір қазанға ет салып, бір қазанға бауырсақ пісірем. Қадірлі ата-енем, сіздер келген қонақтарды жақсылап күтіп алып, төрге шығарыңыздар деп, үйдің ішіндегі дастарханын жайнатып қояды. Қырдың басында жатқан Қызыр Ғаликсалам қасындағы бақ пен берекеге қарап айтыпты дейді. Мынау Оңғарбайдың ауылына дейін болған. 3 күннен бері тауықтары шақырмай, ошақтарының астарында от жағылмайды, қазандары қайнамайды. 3 күннен бері анау қырдың астындағы жалғыз үйдің ошағынан жалындап от үзілмеді. Бу бұрқырап қазанынан ас кетпеді ғой. Бұлар кімдер екен? Барып көріп келейінші деп алдымен Қызыр кетеді. Келмеген соң не болды екен деп артынан бақ кетеді. Бұлар кешікті ғой деп соңынан береке кетеді. Барса, Қызыр мен бақ үйдің төрінде отыр. Берекенің есікті аттай бергені сол еді. Жаман қараның табалдырығынан мың қырған мал шығады.
Жас келіншек жұбайымен ата енесіне қарап, мен қонақтарды жақсылап күте берейін. Сіздер мына мыңқырған малға ен салып үлгеріңіздер. Ені бар малдың бәрі Құдай бұйырса бізге бұйырады дейді. Келіннің аяғынан, қойшының таяғынан деген қазақ әулие ғой. Малға ен салу да сол байдың қызынан қалған үрдіс екен. Ен салу, еншілеген өз малың деген белгі болыпты. Оңғарбай ақылды қызының кім бай болғысы келмейді, Құдай қаламайды. Кім би болғысы келмейді, халқы қаламайды. Кім батыр болғысы келмейді, жүрегі дауламайды деген сөздеріне тәнті болып, ел ішінде жиі қайталап жүреді екен. Бақ ауысады, арыс жұғады деп, әжем осы әңгімені көп айтушы еді дейді әйелім. Ұлы қазақ халқы әрбір ән сападан ғибрат алған емес пе? Соңғы уақыттарда әбетін кафеден, ужынын, рестораннан ішетін қандас бауырларымыз көбейіп кетіп еді. Қазаны қайнамаған үйде қандай береке болсын. Құдіреті күшті Құдай соңғы күндері бәрімізді тарының қауызындай бір жерге, шаңырағымызға жинап, қазанымызды оттан түсірмей, дастархан басында бәрімізді бірге жинап, отбасымыздың берекесін келтірді. Жардың жақсылығын, жанияның жылуын сездірді. Шайқалып бара жатқан шаңырағымызды қайтадан шаттыққа толтырды. Қызыр ғалексалам жылауымызда болып, басымыздан бақ, отбасымыздан береке кетпесін десек, ошағымыздан от, қазанымыздан ас кетпесін ағайын, деп әңгімесін аяқтапты жазушы. Бұл әңгімені оқи отырып, карантин кезінде жазылған әңгіме ма деген ой келді. Бірақ бала күнімізде қазаны қайнамаған үйден береке қашады деген сөзді жиі еститін едік. Сөйтсем, тегін айтылмаған сөз екен ғой.